Сіздің аңызыңыз бізге ұнамады. Исатай неге өлуі керек? Ол батыр, ол жеңілмейді. Иә, ата. Мүмкін Исатай тірі қалған шығар? Жасыңды тый, балам. Сол шайқас алаңында жатқан Исатай жылады дейсің бе? Ол соңына дейін не үшін күресті? Сен сияқты немере шөберелері жылауық болсын деп күресті деймісің? Сүрт бетіңді. Аңыз әлі аяқталған жоқ. Қарауыл қожа Исатайдың басын кесе алмай қалады. Исатай үшін, Махамбет үшін. Түс деймін үстімнен. Қазір сені... Тоқта, қолбасшы! Берекет! Ақын, сен де осындамысың? Сені өлдіге жорғалы қашан. Жаралысың ғой деймін. Барлығы бітті. Досыңның өлімін көруге келдің бе? Қарада тұр. Қарауыл. Әлі кездесеміз. Бірақ сен бірінші аттан. Не? Міне саған! Кешір мен, бауырым. Кешір. Мен сені өз елімді қорғай алмадым. Кешір мені. Мен өкінішпен кетіп барам. Өйткені бір-біріне қарсы қылыш ойнатқан бауырларды көрдім. Кешір мені, бауырым. Талайлардың кесірінен қанша батыр қыршын кетті. Кешір мені, ақым бауырым. Егер аман қалсаң, мен туралы бір өлең жаз. Сол кезде қалың жұрт Махамбетке үміт артты. Оның өткір тілі, өткір ойы, жанына елім деп еңіреген елді жинады. Мен едім. Мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Қай қазақтан кебедім, бір қазақпен тең едім. Өздеріндей хандардың, қарны жуан билердің атандай даусын ақыртып, лауазымын көкке шаңыртып, сұлтаны суға сұлатып, қаншасы қақпалдында. Махамбеттің елім деп өзегін жарып шыққан өр өлеңдері ауыл-ауылды аралап, жүректен жүрекке жетті. Үнің өшсін, Махамбет! Махамбеттің басына келгенге 500, тілін әкелгенге 1000 алтын беремін. Шамдамсам, шалқамнан түсер асаумын. Шамырқансам, шаттанып сынар болатпын. Құс өлген құдасын жоқ ұятпен. Жігіт, жауға шаппай қалар деймісің. Қанды көбе кейініп, бір Аллаға сыйынып, кезенген жауға кез келдік. Жалаң найса, бір атпен. Сонымен балақайлар, аңыз да аяқталды. Исатай мен Махамбет аңызы осы. Қазақтың бір туар батырлары. Ал, енді жауап беріңдер. Бұл аңыздан нені түсіндіңдер? Екі батыр не үшін күрескен? Біздің болашағымыз үшін күрескен. Туған жеріміз үшін қан төккен.
әділет үшін жанын берген. Екі ұлы батырдың ерлігісін естен шығармасын деген ниетпен ел есінде қалған аңыз. Дұрыс айтасыңдар, балақайлар. Аңыздың мақсаты тек оларды мадақтау ғана емес. Бұл аңыз бауырлар туралы. Ағайын туыс әрдайым бір жұдырықтай болу керек. Өзгелердің айтқанына қарап, ағаң мен, інің мен ара суытпауың керек. Бауыр, дос бір отбасы екенін естеріңнен шығармаңдар. Ай, мына жүгірмектер қайда кетті? Ата! Ата! Еркіндік, ерлік қандарында бар ғой. Бабалар өсиеті орындалды. Енді менің арманым жоқ.